Армысыздар, құрметті Ұлытау телеарнасын көрермендері, эфирде Әділет әлемі хабарының кезекті саны. Біздің бүгінгі студия қонағымыз Ұлытау облысы бойынша жеке сот орындаушылар палатасының сот орындаушысы Бауыржан Сәрсенбайұлы Әжбенов ағамыз. Студиямызға қош келдіңіз. Ассалаумалейкум. Бауыржан Сәрсенбайұлы, ең алдымен арнайы уақытыңызды бөліп біздің бағдарламаға сұхбат беруге келгеніңізге мың алғыс. Жалпы құрметті көрермен, өздеріңіз бағамдап отырғандай, Әділет әлемі хабарының бұл жолғы саны еліміздегі, оның ішінде осы Ұлытау өңіріндегі жеке сот орындаушылардың бүгінгі тыныс-тіршілігі, ондағы түйткілді мәселелер, немесе олардың жалпы бүгінгі заң мен тәртіп қағидаты аясында іске асырып жатқан жобалары жөнінде болмақ. Бауыржан Сәрсенбайұлы, олай болса алғашқы сұрақ, жалпы сіздер атқаратын, жеке сот орындаушылар атқаратын жұмыстардың бағытын айқындап алайықшы, қысқа ғана. Жалпы жеке сот орындаушыларының өзге сот орындаушылардан, облыстық, аудандық сот орындаушылардан қандай айырмашылығы бар, жалпы жұмыс бағыттарыңыз, осыған бастасақ. Негізі жеке сот орындаушы деген институт осы 2012 жылдан бастап осы Әділет министрлігімен ойлап табылған жүйе. Негізі жеке сот орындаушы бұл осы соттың шығарған сот актілерінің негізінде шығарылған атқару парақтарын, сот бұйрықтарын және соттың қаулыларын орындайтын, және де өкілетті органдардың шығарған қаулыларын, бұйрықтарын, құжаттарын шығарған мәжбүрлеп орындайтын лауазымды тұлға жеке сот орындаушы деген. Жалпы біз осы Әділет министрлігімен берілген лицензия рұқсаттама арқылы жұмыс жүргіземіз. Жалпы бағытымыз шешімдерді жай орындама, мәжбүрлеп орындау. Өйткені шешім шыққанда басында сот болсын, қандай құзырлы орган болсын, адамдарға, азаматтарға уақыт береді, өздері еркімен орындасын, тағы басқа. Егер де ондай орындалмайтын жағдайлар туындайтын жағдайда, бұл қағаздар, құжаттар біздің құзырымызға өтіп, сол қағаздарды міндеттерін орындайтын тұлғаларымыз. Жалпы мына сіздер орындайтын құжаттардың ішінде бүгінгі күнде әлеуметтік маңызы бар актуалды проблемаларға ие болатындары қайсы болса, соларға тоқталып өтейікші. Бүгінгі қоғамдағы сіздердің тараптан атқарылып жатқан ең өзекті мәселелерге. Жалпы осы біз жеке сот орындаушылар көптеген құжаттарды орындаймыз. Осы соттың шығарған, бұның ішінде жағы адамдар, қарапайым сөзбен айтқанда, бір-біріне қарыз алған адамдар болады. Олар сотқа жүгінеді, сот шешім шығарып береді, сол негізінде атқару құжаттарын шығарып атады, мәжбүрлеп орындау, сол құжаттарды орындаймыз. Және де банктер қарыздарын өндіру бойынша сотқа немесе қазіргі нотариалдық белгі деген құжаттар пайда болып жатыр. Сол қағаздарды орындай келе көптеген қағаздарды орындаймыз, және де уәкілетті органдардың айыппұлдарын өндіруге бағытталған құжаттарды орындаймыз. Бірақ та енді соның ең өзектісі бүгінгі таңда әрине алимент болып саналады. Бұл алимент тараптарынан да мәжбүрлеп орындау сот бұйрықтары және атқару парақтары осы нақты қазіргі жеке сот орындаушылардың құзырында орындау. Ең күрделісі де, ең бала болған жерде бәріміз мәлім. Бұл жерде өте маңызды сұрақ болғаннан кейін бұл күрделі іс болып табылады. Мен өз басым осы уақытқа дейін бізде өзі алимент бойынша бағытталған конторам болған. Сол бойынша тоқталып өтетін болсақ, жалпы бұл мәселеде де қазіргі заңнамаларда да туындайтын заңдық қайшылықтар көп және өте күрделі, себебі бұл тұрмыстық жағдайға байланысты іс. Жалпы бүгінгі таңда осы біздің Ұлытау облысы бойынша алимент саны сот орындаушыларда 7923 іс орындауда. Бұның ішінде алименттен жалтарту
алимент төлеуден қашып жүрген тұлғалар өкініште кездеседі. Оның саны бүгінгі таңда біздің өңірде 335 адам болып есептеледі. Сондықтан осы төлемей жүрген адамдардан алимент өндіру, баланы асырап бағуға арналған істерді жасау өте күрделі бүгінгі таңда. Бұл жерде заңнамаларда көрсетілген жауапкершіліктер өте көп. Бұл санат әлеуметтік маңызы бар санат болып есептеледі. Бүгінгі таңда енді әр іске тоқталмай, оның уақытын төңірегінде айтатын болсақ, жалпы ең күрделісі біздің жасайтын жұмысымыздың бұл әкімшілік жауапкершілік пен қылмыстық жауапкершілікке тарту. Жалпы заңнамаларымызда біздің әкімшілік кодексте бұл жерде 669 бап қарастырылған. Сот шешімдерін орындамау үшін тағайындалған жазалар, бұлар 5 айлық есептік көрсеткіш айыппұлынан бастап 5 тәулікке дейін қамауға алу қарастырылған. Жалпы 25 жылды қарайтын болсақ, мен өз тарапынан осы өзімнің құзырымда бұл жерде 23 әкімшілік істі қозғап, сол 23 адамды әкімшілік жауапкершілікке тарттық, осы жалтартып жүрген адамдардың ішінен. Және де осы 25 жылы менің тарапынан 12 қылмыстық іс қозғалып, өзі кодексімізде, қылмыстық кодексімізде бұл арнайы бап қарастырылған, 139 осы алименттен жалтарту деп аталады. Бұл жерде 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Сол 12 тұлға осы қылмыстық жауапкершілікке тартылды 25 жылы. Осы Сатпаев бойынша бір адам 1 жылға бас бостандығынан айырылып, кәдімгі қамауға алынды. Бұл жерде мәселені түсіндіріп өтіп кетейін. Көптеген жаңағы біздің қазір көрермендердің ішінде де бар ғой, алимент аламай жүрген тұлғалар өкінішті. Осы мені танитын да адамдар бар шығар Сатпаевтың. Біз айтатынымыз, сот бірден оны бас бостандығынан айырмайды. Бұл жерде мәжбүрлеу сағаттары қарастырылған жұмыс, және де орысша айтқан условное наказание дейді ғой. Сонда қарастырылған, көбінесе осыларды бірінші рет тартылғандар. Жаңағы мысалы біз бір адам, енді бізге өкінішті фамилияны айтуға болмайды, енді аты жөнін. Ол адам екінші рет тартылды. Бірінші рет тартқанда жаңағындай қамауға алынған жоқ, және условное наказание берді. Екінші тартқанда сот оны 1 жылға дейін бас бостандығынан айырды. Осы мәселе бойынша енді проблема өте көп осы таңда. Енді болашақта бұл жерде алиментке өзі арналған кодекс болса деп армандаймыз. Сот орындаушылар өзі бүкіл реттеп беретін іс-әрекетті, қайшылықтар жеткілікті. Оның бәріне тоқтала берсек, бұл жерде жоқ дегенде 3-4 сағат кетеді. Жақсы, Бауыржан Сәрсенбайұлы. Енді мынау қазіргі таңда адамдарға атқару істері бойынша оңайлатылған іс жүргізу нормасы да қағидаттары бар, иә? Жалпы осы жөнінде кеңінен бір тоқталып өтіңізші. Жалпы осы 2025 жылы Әділет министрлігі осы біздің сот орындаушымен бірлесе отырып, біз осы қазіргі құрылғы сотовый телефондарымызға Әділет қосымшасы платформасын ойлап тапты. Енді қазіргі былай айтатын болсақ, қазір бізде не, мысалы сот шешімін орындалмай жатқан жақтарда екі тарап бар ғой, біреуі өндіріп алушы, біреуі жауапкер. Сол екі жақта да бір келіспеушіліктер, біз жаққа қарай бір реніштер болатын болса, түсінбеу, бірден сот орындаушыға көбісі келе қоймайды да, барады да өтінішке жазып жібереді. Өтініш деген платформа бар ғой өзіміздің бүкіл Қазақстан бойынша осы егов саласында. Сол арқылы оңайда оларға, ол жерде де олар жаңағы телефондарына жазып алып, тіркеліп, қазір егов мобайл деген бар, ЭЦП сразу же электрондық жаңағы қол қою бойынша шағымдарын түсіріп жатады. Ол өте күрделі, ол бізге бірінші министрлікке барады, министрліктен регионал біздің өзіміздің аумақтық палаталарымызға барады, палатадан бізге келеді, немесе департаменттерге бөлінеді, сөйтіп уақыт көп кетеді.
осындайды болдырмау үшін тез арада бұндай шешімдерді шығару үшін бірден сот орындаушыға келетіндей шағымдар ойлап табылды, бұл әділет қосымшасы. Біз бұны осы бүгінгі таңда таратып адамдарға айтып жүрміз. Көбісі біле қоймайды да, осы бағдарламаны көре бастаған адамдар болса да, бұны өте оңай, жаңағы App Store немесе тағы басқа жағдай жазып алатын, электрондық жазып алатын нелерге, сайттарыңызға кіріп, жаңа әділет қосымшасы деп алсаңыздар, өзі шығады, соны жазып алып, соған тіркеліп, егер де сіз тараптың біреуі болсаңыз, сіздің істеріңіздің бәрі шығады да. Бұл жерде өте оңай. Кіресіз, иіңізді жазсаңыз, бәрі жазылады, көрінеді. Сол жерде бүкіл сот орындаушы сіздің ісіңіз бойынша не істеп жатыр, қандай қаулылар шығарды, біз жұмыс жасалынып жатыр ма деген сұрақтарға сразу жауабын табады да. Егер де бір сұрақтарыңыз болса, или бір кейбірде енді әр сот орындаушының бәрі жақсы емес қой, бар кейбірлер қарамаған, кейбірлер ұмытылып кетіп жатады, істер көп болғаннан кейін соны қарап, дереу арада сол жерде шағымыңызды жазып, сұрағыңызды жазып жіберсеңіз, бұл бірден сот орындаушының бізде өзі бағдарлама ойлап табылған. Осы үкімет тарапынан өзіміздің жаңағы республикалық палатамыз iSweep деген бағдарламамен жұмыс істейміз өзі. Сол жерде бірден сот орындаушыға келеді. Мысалы, кешке жіберсеңіз, таңертең уже келіп тұрады. Сол 5 күн ішінде адам ешқандай нәтиже болмаса, жауап болмаса, бұл біздің регионалдық палатаға кетеді бұл сұрақ. Бұл жерден тағы да бізге тағы ескерту керек. Ол жерден ештеңе болмаса, бұл әділет министрлігіне кетеді, департаментіне кетеді. Керісінше кетеді да, сонда бірінші уақыт жақсы. Егер сот орындаушы, сіз мысалы өтінішпен жазсаңыз, бір айлап та жауап күтеді адамдар. Бұл жерде бірден жауап алынбаса, ол шағым ешкімге жазып та керек жоқ. Бұл жерде уже үстімізден қарап отқан тексеру жүргізетін бізде республикалық, регионалдық палаталар мен әділет департаменттері ғой. Егер де сот орындаушы бұған ешқандай жауап, ештеме көңіл бөлмесе, сол кісілер, бізді тексеретін адамдар, сразу же көреді оны. Оның шағымда керек жоқ, уже сот орындаушы ол жерде жауапкершілікке тартылады. Сол жағынан өте көңіл бөліп жатырмыз қазір. Үйден шықпай-ақ атқарушылық іс жүргізу туралы барлық мәліметті білгіңіз келе ме? App Store немесе Google Play арқылы әділет қосымшасын жүктеп алыңыз. Электронды цифрлық қолтаңба көмегімен немесе Екоф Mobile арқылы тіркеліңіз. Тіркелгеннен кейін қосымшада сізге мына бөлім қолжетімді болады. Атқарушылық құжаттар, қаулылар, тыйым салулар. Сондай-ақ сот орындаушысына өтініш беру мүмкіндігі. Әділет, барлық атқарушылық құжаттар бір қосымшада. Ыңғайлы, жылдам, сенімді. Жаңа Бауыржан Сәрсенбаев сізді таныстырғанда Ұлытау облысы бойынша жеке сот орындаушылар палатасының сот орындаушысы дедік, иә? Сіздер жалпы мына жеке сот орындаушылар палатасының біздің өңірде қанша мүшесі бар жалпы облыста, және сіздердің бір белгілі бір жеке сот орындаушы болғандықтан құрылымдарыңыз қандай деген сұрақты? Өте орынды сұрақ, басында айтып кететін. Қанша сот орындаушы бар? Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша 2000-нан астам сот орындаушы бар. Қазір бүгінгі таңда жеке сот орындаушымыз, бұл институт бөлек, мемлекеттік сот орындаушылардан. Біз өзіміздің республикалық палатамыз бар, құрылғымыз, оның жаңағы басшысы бар, олардың жаңағы органдарына жұмыс істейтін адамдар. Сосын әр облыста бізде өзі аймақтық палаталарымыз болады. Сол аймақтық палатаның басшылары болады. Сол басшылардың жанында біз әр облыста өзіміз сот орындаушылар болады. Мысалы, Ұлытау облысын алатын болсақ, бізде өкінішке орай 20 шақпыз қазір. Енді облыс жас әлі, бұрында Қарағанды облысына қарағанда 200-дей сот орындаушы болып жүргенбіз. Бұдан да аз болғанбыз, ашылғанда 18-ақ болғанбыз. Қазір 23-ке жетіп отырмыз, тағы да қосылады деген ойдамыз. Себебі жұмыс өте көп, сот орындаушылар керек. Осыны пайдалана отырып, біздің салаға жұмысқа да шақырып қоюға болады. Бұрынғы
мемлекеттік қызметкер, полиция органдарында істеген, прокуратура органдарында істеген тұлғаларға лицензия осылай сұхбат арқылы ғана алуға болады. Жылдық стажына қарап, оның бәрін интернет жүйесінен де көруге болады, қандай нелер болатын. Құрылғымыз осы. Жалпы мынау бүгінгі таңда Бауыржан Сәрсенбайұлы әлеуметтік желілерде қазір енді қылмыстың да түрі мына техника, технологиялар дамыған сайын өзгеріп жатыр ғой. Бұл ретте мына қулығына құрық бойламайтын бау көспелер де өзінің әдіс тәсілдерін өзгерткен. Бұл ретте мынау енді көбіне айтылатын бізде мына интернет алаяқтық, банктік шоттарды заңсыз бұғаттау сынды бір көптеген мәселелер көтеріліп жатыр ғой. Жалпы бұл мәселелердің көбеюі не себептен деп ойлайсыз, және бұнымен қалай күресуге болады жеке сот орындаушы ретінде? Жалпы біздің салаға келетін болсақ, бұл жерде енді қазіргі туындап жатқан мәселелер дау болып жатыр ғой. Әлеуметтік жүйелерде, телебағдарламаларда сот орындаушылар есеп шоттарды бұғаттап жатыр. Ол заңсыз, жүргізу куәліктерін тыйым салып жатыр, ол да заңсыз. Тағы басқа мәселелер қозғалып жатыр. Бірақ алаяқтық деген бұл жерде енді біз көбінесе бұл құқық қорғау органдарына қойылатын сұрақ. Негізі біз алаяқтықтармен күресу жолдарында емес, біз сол алаяқтық, егерде алаяққа түсіп қалса адам, сосын ол сотқа жүгінетін болса, тартылатын болса, бір өндіріп беретін бір қаражаттар немесе дүниелер болатын болса, ондай шешімдер бізге келеді, біз орындаймыз. Қазіргі болып жатқан әлеуметтік жүйелерде көбінесе даулар болып жатыр дедік қой. Екінші деңгейлі адамдардың есептерін шоқтын бұғаттап, ол заңсыз деп жатыр. Сол куәлік бойынша тағы басқа, сосын нотариалдық қол қою, нотариалдық белгі дейді қазіргі құжаттар біз орындап жатқан. Бұл да бір жаңа құжаттардың бірі. Сол бойынша қалай деген қазіргі даулар шығып жатыр. Бұл бойынша айта кететін болсақ, жалпы сот орындаушы есеп шотты бұғаттағанда бұл өзі барып, мынау компьютердің кнопкасын баса салмайды, бұғаттап, бұғаттай салақ деп. Бұл жерде біз сот орындаушылар қаулы шығарамыз. Бірінші ретте қаулы шығарамыз. Сол қаулының ішінде біз бәрін жазғаш, қандай есеп шоттар жабылу керек және қандай есептер жабылмау керек екен, оның бәрін айқындаймыз ішінде. Оның ішінде жаңағы айлық алатын, жаңағы әлеуметтік шоттар, алимент алатын шоттар бәрі көрсетілген. Сосын біз бұл қаулыны барамызда, осы өмірімізде қай қалада жұмыс істейміз, сол қаланың қалалық прокуратурасына санкция алу үшін жібереміз. Қазір электрондық түрде сол санкциямен ғана, осы санкция қойылғаннан кейін ғана шоттар бұғатталады. Мысалы, бұл жерде сот орындаушы көре алмайды. Мысалы, бұғатталған есеп шоттар қандай шоттар екен? Қандай есеп шот? Бұл айлық алатын есеп шот па? Бұл жерде ол бізге көрінбейді әлдеді. Мысалы, әлеуметтік шоттарды алатын болсақ, жаңағы мүгедектікті алатын, баланың пособияларын алатын шоттарда, бұл жерде арнайы шот деп аталады, орысша айтқанда спецшот дейді. Сол шоттар жабылмайды. Бұл жерде автоматтық түрде істеп қойған ғой банктерде. Бұлар қорғалып тұр. Мысалы, айлық алатын шоттар, пенсия алатын шоттар, тағы басқа шоттар бұғаттауға келмейтін. Бұлар заңмен қорғалғанда, бірақ та қазіргі таңдағы технология бойынша қорғалмаған. Осы алдында мен айтқан әлеуметтік шот сияқты. Келешекте мен мысалы айтатыным, солай ғып, арнайы шот сияқты ғып, айлық алатын шотты да көрсетіп қойса, бұл адам тиіспейтіндей ғып. Әрине бұл жабылмайды. Бірақ та айлық алатын, тағы басқа қазір даумауа болып жүрген шоттар, есеп шоттар жабылып қалған жағдайда не істеу керек екенін айтамын мен. Бірінші ретте сол адам шоты жабылып қалған, бұл кім жапқанын бәрін білу керек. Банкке барады, немесе айтып отырмын ғой, айтып кеттім, әділет қосымшасын қосып алса, сол жерден де көрінеді бүкіл істері. Егер де ол сот орындаушы бұғаттаған болатын болса,
сол жерден тауып сот орындаушымен хабарласып, мынау менің айлық алатын счетымды айтып, сол сот орындаушыға ол құжат жіберу керек еді. Ой, бұл жерде екі құжат болуы мүмкін. Біреуі есеп счетының несі ағымдағы выписка дейді орысша, соны қараса, ішінде қандай айлық түсіп жатқан көрінеді. Мысалы, Қазақмыстан алатын болсақ, халық банкында аударымдары көрініп тұрады. Қазақмыстан айлық деп жазылып тұрады кәдімгідей. Сондай құжат немесе бухгалтериясына барып, ол адам өзінің жаңағы жұмыс істейтін орнына анықтама алу керек. Анықтамада жаңағы шоттың жаңағы 20 сандары KZ-тен басталатын. Банктың атауы жазылып, осындай шотқа айлық түсетін деген дәлелдеме қағазын алып келсе сот орындаушыға, бұл жерде сот орындаушы міндетті түрде ашу керек. Ол заңда көрсетілген. Ол жұмыс істейтін адамға сот орындаушы жұмысқа жіберіп, сосын барып қана жұмысқа жіберу керек. Ана айлық алатын 50% қалу керек заң бойынша. Еңбек кодексінде көрсетілген бұның бәрі. Сондықтан бұл жерде сондай мәселе. Сол адамдар соны кейбірлері істемей, осы счетін бұғаттағаннан кейін бірден өтінішке жүгінеді қазіргі таңда. Сосын ол өтініш біз бір айдай жүреді, сол ақшасын аламай. Сосын бәрі бізге келеді. Біз мысалы қаражатты кейбір кезде инкассо қою арқылы кейбір сот орындаушылар оны өндіріп алады өзінің счетына, ары қарай өндіріп алушының счетына жіберіп қояды. Мысалы да біз оны көрмей қаламыз. Қандай ақша екен, не көрінбейді. Сол мәселе ғой, дау болып жатқан қазір. Соны түсіндіріп, сосын жаңағы көлік құралдарын, көлік жүргізу куәліктерін бойынша бұл жерде де айтатын. Сот орындаушы бұл жерде де өз құзырымен істемейді оны. Ол берешекті өтемей жүрген, мысалы, жай қарыздардың арасында банк болсын, адамға қарызға байланысты сот шешімдерін орындау кезінде бұл жерде 250 МРП-ден асса ғана қарызы. Біз оны бұғаттауға жұмыс жасаймыз. Сосын екіншіден біз бұл куәлікті бұғаттау үшін ұсыныс шығарамыз. Қаулы емес, бұл жерде ұсыныс. Сосын бұны сотқа жібереміз. Бұл жерде сот шешеді. Бұның куәлігінің қызметін тоқтату керек пе екен, әлде біздікі дұрыс емес болса, оны сот қарап, біздің ұсынысымызды қайтарып жібереді кейбір кезде. Сот болады кәдімгідей процесс. Бұл жерде шақыртады ол адамды. Қарызын не төлемей жатсың деген сұрақтар біз де қатысамыз, сот орындаушылар. Сосын барып қана ол еще бізге сот өзінің шығарған шешімін бірден полиция органдарына жіберіп, сол жерден жаңағы бағдарламаларына тоқтату туралы шешімдер еніп жатады. Соны да адамдардың көбісі түсінбейді, сендердің құқықтарың жоқ дейді. Қарызды төлемеген жағдайда ғана істелінетін нәрселер бұның бәрі. Сосын мен бір айта кететін жай, осы қазіргі дау қызық негізі. Біз мысалы өзіміз бұл өкілетті жұмыстарымызды ойлап тауып жатқан жоқпыз. Бұны бізге заң арқылы, осы депутаттарымыз шығарған заң арқылы, сол заңда көрсетілген мәселе бойынша ғана жұмыс істеп келе жатырмыз осы уақытқа дейін. Сондықтан бұл жерде тек қана қазіргі таңда көбінесе сот орындаушыларды кінәлай жатады. Сол мен енді бүгінгі бағдарламаға келген айтып отқан істердің бәрін енді алтын сырға адамдарға сол түсінеді деп ойлаймын. Біздің есіктеріміз әрдайым ашық. Сұрақтары болса Жезқазған қаласында қай жерде орналасқан ғимараттарыңыз? Бірден көрермендерге ақпарат беріп өтіңіз. Жезқазғанда бізде осы Анарқұлова 12В Анарқұлов көшесі 12В адресі бойынша өзіміздің аумақтық палатамыз орналасқан. Сол жерге қазіргі таңда біз анандай колл-центр дейді, сондай мәселені шешіп қазір орнатып қойдық. Бәрін интернет жүйесінен жаңағы көре аласыздар. Телефон бұқаралық, біз кешкі сағат таңғы 9-дан сағат 6-ға дейін жұмыстамыз. Әрдайым қоңырау шалып боларыңызға болады. Және де осы айтатын, біз жаңағы интернет жүйесінде әр сот орындаушының аты жөнін терсеңіз, бүкіл адресі де мекен-жайы да орналасқан, сотовый номерлері де бәрі шығады. Соны айтып қойын. Жақсы, Бауыржан Сәрсенбайұлы, осымен бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жеткен секілді, арнайы бағдарламамызға уақыт бөліп, мынау жеке сот орындаушылар палатасының
тыныс тіршілігімен таныстырып, және біздің көрермендерді мына құқықтық тұрғыда бірқатар ақпарат бергеніңіз үшін мың алғыс айтамыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет, шақырып тұрыңыздар, келеміз міндетті түрде. Жақсы. Осымен құрметті көрермен, Әділет әлемі хабарының кезекті саны мәреге жетті. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Әділетті Қазақстанды бірге құрайық.